Баршаға сәлем. Өте тойымда кешкі ас дайындап үйрететін боламын. Ең алдымен қамыр дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқаға су құйып, екеуін кішкене араластырып жіберіп, үстіне тұз салып, үстінен ұн салып, жақсылап қамыр илеу керек болады. Қамырды қатты емес, жұқа емес, орташа қаттылықта илеп аласыздар. Қамырды көбірек илеңіздер, сол кезде әдемі болып жайылады. Дайын болған қамырымызды бетін жауып бір шетке алып қоямыз да, бұл уақытта біз начинкасын дайындап алсақ болады. Начинкасына мен асқабақ алдым. Сіздер сәбіз бен пиязды араластырып немесе капустаны қуырып қолдансаңыздар да болады. Асқабақты осылай теркадан өткізіп алып, үстіне тұз және де шекер қосып араластырып қойдым. Жаңағы тынып тұрған, демалып тұрған қамырымызды алып өте жұқа етіп жаямыз. Барынша жұқа етіп жаюға тырысыңыздар, сол кезде қамырларыңыз әдемі болып түседі. Жайылған қамырымызды үстіне осылай ақ майды полный жағып шығамыз да, ортасына асқабақты салып әдемілеп орайтын боламыз. Асқабақ барлық жеріне бірдей тигізуге тырысыңыздар, сол кезде қамырларыңыз дәмді болып шығады. Менің қамырым үлкен болғандықтан мен 2 бөліп жайдым. Сіздер кішілеу қамыр алып, бір бөлікке бөлсеңіздер де болады. Осылай кесіп шығасыздар, өзіңізге ыңғайлы 4 бұрышты етіп, немесе ұзынша етіп осылай кесіп шығып дайындап қойсаңыздар болады. Енді қазанымызды отқа қойып қуыруды бастаймыз. Қазанға кішкене майды салып құйып, майымыз қызғаннан кейін етті салып қуырып алатын боламыз. Ет кішкене қуырылғаннан кейін үстіне пиязды салып, оны да 3-4 минут қуырып аламыз, кішкене сарғайғанша. Кейіннен үстіне сәбіз бен болгар борщын қостым мен. Сіздер бұл жерде капуста немесе өздеріңізге ұнайтын помидор да қоссаңыздар болады. Сәбізді сәл ірілеу қылып тураңыздар, өйткені бұл 40 минуттай піседі. Бұның үстіне томат қосамыз, және де мен бұл жерде өзім қолдан жасаған томат бар еді, соны да қостым. Дәмі әдемі болып шығады, қыздар. Жақсылап араластырып, қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Кейіннен картопты саламыз үстіне. Картопты салған кезде қыздар осылай үлкендеу қылып салыңыздар, өйткені картоп езіліп кетуі мүмкін. Үстіне тұзын, өзіңізге қалаған приправаларды, қаласаңыз бұрыштарды да қоссаңыздар болады. Енді жаңағы дайын болған қамырларымызды әдемілеп орналастырып шығамыз. Егер де менікі сияқты қамырыңыз көп болатын болса, ортасын кішкене майлап жіберіп салыңыздар. Енді үстіне 200 граммдай су құямыз да, бетін жауып 40-45 минутқа жай отта пісіріп алатын боламыз. Тамағымыз дайын болғаннан кейін бірінші осылай қамырларын сүзіп алып, ортасына картопты бөліп, әдемілеп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Бетіне укроп, көк пияз сепсеңіздер болады. Біздің балдар болғаннан кейін кішкентайлар жемейтін болғандықтан мен ештеңе сеппедім. Дәл осылай ұсынсаңыз өте керемет болып шығады, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.